сәлеметсіздер ме оқушылар? 83-ші сабақ бір таңбалы санға қалдықпен бөлу. Бірінші есепке назар аударатын болсақ, ең бірінші А нұсқасын қарасақ, мысалға шебер 18 моншақты әр қорапқа 6-дан салды. Қанша қорап қажет болды дейді. 18 6-ға қалдықсыз бөлінеді, яғни нәтижесінде 3 шығады. Яғни шебер осы 18 моншақты 6-дан бөліп 3 қорапқа салған екен. Енді Ә нұсқасын қарайтын болсақ, шебер енді 18 моншақты 4-тен салды дейді. Және де қанша моншақ артық қалды дейді. Яғни 18 4-ке қалдықпен бөлінетін болғандықтан 18-ді 4-ке бөлсек 4, 2 қалдық шығады. Яғни бұл дегеніміз әр қорапқа 4-тен 4 қорапқа салды дейді. Ал 2 моншақ артық қалды. Осы қалдықпен бөлуді негізінен дұрыстығын тексеру үшін біз ең алдымен оларды өзара көбейтіп, кейіннен қалдық санды қосады екенбіз. Мысалы 4-ті 4-ке көбейтіп, кейіннен 2-ні қосу арқылы біз негізінен барлығы қанша моншақ болғанын анықтай алады екенбіз.